Мынау түр десе түрі, бой десе бойы бар бір жігіттер бар. Бір қарасаң ешкімнен кем емес. Енді солардан көбінен сұрасаң, қашан үйленесің десең, қазіргі қыздарына үйі, жағдайы бар жігіттерге қарайды ғой, бізге әлі үміт жоқ деген секілді әңгімелерді айтады. Бір қарасаң әзіл сияқты естілгенмен астарында бір шындық бар секілді. Жалпы үй болып үй салған дұрыс па, әлде үй салып үйленген дұрыс па? Өте орынды сұрақ. Біз енді бала кезден бас екеу болмай, мал төртеу болмайды деген ұстанымды санамызға сіңіріп өстік қой. Ол өте дұрыс та. Бірақ заманның, қоғамның өзгеруімен адамдардың санасы да өзгереді. Сананы тұрмыс билейді деп айтқандай. Қазір үйлену жасы кешеуілдеді. Бұрын мысалы 20, 21, 22-де ары кеткенде 25-ке үйленсе, қазір 25-те үйлену ерте үйленген секілді болып, 30-да үйленбей жүрген бойдақ қыздар, жігіттер көп ақ. Енді өзіңіз қараңыз, егер бір қыздар мен жігіттер 30-да үйленіп жатса, сол кезде меніңше қыздың ол жігіт осы уақытқа дейін не істеді, үй-жайы бар ма? 30 жас деген аз жас емес, орда бұзатын жас. Көлігі бар ма, қызметі бар ма деп қарауы ол орынды секілді. Бір жақты қыздарды айттай берген бұл жерде жарамайды. Өйткені сіз 30-ға дейін әлі әке-шешеңе масыл болып, әлі бір тұрақты жұмыс істей алмай, әлі өзіңді бір ортада сыйлы, ортада өзіңді қалыптастыра алмай жүрген болсаң, ертең онда сен басы бүтін аманат қылып алып жатқан біреудің қызын қалай алып кетуің мүмкін. Сондықтан бұл белгілі бір жастарға қарап маңыздылығы артады, немесе кемиді деп ойлаймын. Ал енді оқуды енді бітірген бір 20-21-дегі жігіт болса, одан сенің дүниең жоқ, басқаң жоқ деп талап ету бұл жерде сәл орынсыз болады. Ол жерде тәуекелге барынша бел буу керек болады. Сондықтан кейде біз қарындастарымызды айыптай бергеннен гөрі олардың жан дүниесін түсінген дұрыс шығар. Өйткені шынында да қазір бір бос белбеу, өзін жауапкершілікті өзіне толық алмайтын жігіттер заманның бір жақсарғанынан ба білмеймін енді. Сондай бір азаматтар көбейді. Ертең ол жігіттер 30-ға дейін ештеңе істемей кеп, 30-дан кейін отбасын қалай ап жүреді, ол жауапкершілікті қалай ап өтеді деген мәселе туындайды ғой. Сондықтан менің ойымда, егер жігіт жаңағы бас екеу болмай, мал екеу болмайды деген ұстанымды қаласа, онда ерте үйлену керек. Сөйтті отбасыңмен бірге, жаңа жұбайыңмен бірге дүние жинауға кіріс, тіршілік істе. Жігіттің бір сипаты бұл мал табу керек. Бұл кәдімгі мойындағы аманат ер азаматтың. Ол дүние қоңыздық емес, басқа емес. Кәдімгі еркек адам мал тауып отбасын асырау керек. Бұл Құдайдан берілген миссия бізге. Сондықтан сен мал табамасаң, мен мал табамаймын деп ақталуға болмайды. Иә, біреу көп табар, біреу аз табатын шығар. Бірақ әрекет етіп соны табу керек. Сондықтан сен 30-ға келіп қыздарға ренжіп жүру бұл жігіттікке онша сай келмейді. Сен 30-ға келіп үйлендің ба, онда төрт құбылаңды түгендеп, не үшін 30-ға дейін жүрсің? Демек сенде миссия болған болу керек. Мен үйімді жайлап алайын, көлігімді реттеп алайын деп. Ал енді 30-ға дейін босқа жүріп кеп, қыздар енді осындай қазір дүниеге қарайды деп өкпелеу, ол өзіңнің әлсіздігіңді көрсетуден басқа ештеңе емес деп ойлаймын өзім. Сондықтан егер жігіттер негізі менің ойымда жаңағы үй-жай сабалам деп жүргеннен гөрі бірінші ерте үйлену керек. Ерте үйленгенін мен құптаймын. Мен өзім 19 жасымда үйленгенмін. Шыны керек, дүниемде, басқамда ештеңе болған жоқ. Бірақ жұбайымды асырай алатыныма, мен отбасы болып жауапкершілікті ала алатыныма сендірдім. Ол да маған үміт артты, сенім артты. Құдайға шүкір, қазір үй-жайымыз да бар, көлігіміз де, қызметіміз де деген секілді белгілі бір деңгейде өз ортамызда бір қалыптасқан жетістігіміз бар. Ал енді мен осы жасқа дейін үйленбей кеп, сөйтіп бір қызға әлі ештеңем жоқ болып, сен дүние қоңыз екенсің десем қандай болады? Сондықтан бұл белгілі бір жастың мөлшерімен көбейіп азаятын бір процесс секілді маған.